тақырыбы 14 санының құрамы. Балалар, бүгін сендер бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосу және азайтудың тәсілдерін қолданатын боласыңдар. Екі бір таңбалы саннан 14 санын құруды үйренетін боласыңдар. Балалар, сендер өткен сабақта 13 санының құрамымен танысқансыңдар. Олай болса, сендердің алған білімдеріңді тексеру мақсатында тест тапсырмаларын ұсынғым келіп тұр. Сонымен 13 санының құрамы болатын өрнекті белгіле. Тамаша, 9 мен 4-тің қосындысы 13-ке тең. Енді балалар, берілген өрнектерді мәндерімен сәйкестендіріп көреміз. 7 мен 6-ның қосындысы 13-ке тең. 6 мен 6-ның қосындысы 12-ге тең. 8 мен 3-тің қосындысы 11-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, оқулықтарындағы бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Сырымның аквариумында 2 түрлі балық бар. Барлығы 14 балық. Санау таяқшаларының көмегімен балықтарды қалай санауға болатынын түсіндір. Балалар, сырымның аквариумында 9 қызыл балық, 5 көк балық бар екен. Енді осы балықтарды қалай тиімді тәсілмен қосуға болады? Олай болса, экранға назар аударайық. Сонымен 5 санын 2 қосылғышқа жіктеп аламыз. Оның біреуі бірінші қосылғышты ондыққа дейін толықтыруы қажет, яғни 1. Енді екінші бөлікке қандай санды жазамыз? 4. Неліктен 4? Өйткені 1 мен 4 5 санның құрамы болады. Олай болса, енді бөлшектеп қосып көрейік. 9-ға 1-ді қоссақ 10, 10-ға 4-ді қоссам 14. Сонымен балалар, бүгін сендер 14 санының құрамымен толығырақ танысатын боласыңдар. Балалар, енді құрамы 14-ке тең болатын басқа да өрнектерменен танысып көрейік. 8 мен 6-ның қосындысы және 7 мен 7-ның қосындысы. Осы өрнектерді өздерің орындап көріңдер. Енді өздеріңді тексеріп көріңдер. Сонымен балалар, 8 пен 6-ның қосындысын табу үшін 6-ны 2 қосылғышқа жіктейміз. Оның бірі 8-ді 10-ға толтыруы керек. 8-ге қандай санды қоссақ 10 болады? Әрине 2. Енді ойланамыз. 2 мен қандай санның қосындысы 6-ға тең? Дұрыс, 4. Қосуды азайтумен тексереміз. Ол үшін қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. 14-тен 6-ны азайтамыз. Азайтқышты 2 қосылғышқа жіктейміз. Оның бір бөлігі азайғыштың бірлігіне тең сан болуы қажет. Енді бөлшектеп азайтамыз. 14-тен 4-ті азайтсақ 10, 10-дан 2-ні азайтсақ 8. Енді қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Азайтқышты 2 санға жіктейміз. Оның бірінші бөлігі азайғыштың бірлігіне тең сан болуы қажет. Енді бөлшектеп азайтамыз. 14-тен 4-ті азайтсақ 10, 10-дан 4-ті азайтсақ 6. Енді 7 мен 7-ның қосындысы. 7-ге 7-ні қосу үшін екінші қосылғышты 2 санға жіктеп аламыз. 3 және 4. Оның бірінші бөлігі 7-ні 10-ға дейін толықтыруы қажет. Енді бөлшектеп қосамыз. 7-ге 3-ті қоссақ 10, 10-ға 4-ті қоссақ 14. Енді қосуды азайтумен тексеріп көреміз. 14-тен 7-ні азайтамыз. Ол үшін 7-ні, яғни азайтқышты 2 санға жіктейміз. 4 және 3. Оның бірінші бөлігі азайғыштың бірлігіне тең сан болуы қажет. Енді бөлшектеп азайтамыз. 14-тен 4-ті азайтсақ 10, 10-дан 3-ті азайтсақ 7. Сонымен балалар, қазір біз 14 санның
құрамын құрастырып көрейік. 14-тің құрамы 9 және 5, 8 және 6, 7 және 7. Тамаша. Балалар, сендер 14 санның құрамын шығарып алдыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Енді оқулықтарындағы 3-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Есепке өрнек таңдаңдар. Өз таңдауларыңды түсіндіріңдер. Есепті шығарыңдар делінген. Енді есептің мәтінін түсініп оқиық. Аквариумда 14 балық бар. 6 балық қызыл, ал қалғандары көк. Неше көк балық бар? Балалар, есеп не туралы айтылған? Аквариумдағы қызыл және көк балықтар жайында айтылған. Олай болса, берілген есепке өрнек таңдап көрейік. Жарайсыңдар. 14 азайту 6. Неліктен сендер бұл өрнекті таңдадыңдар? Оның жауабын қазір түсінесіңдер. Енді берілген есептің қысқаша шартына қарайық. Қызыл балық 6, көк балық белгісіз, барлығы 14 балық. Балалар, сендер бүтін, бөлік тақырыбын еске түсіріңдерші. Бұл есепте нені табуға бағытталған? Әрине, белгісіз бөлікті табуға бағытталған. Олай болса, белгісіз бөлікті табу үшін не істейміз? Бүтіннен белгілі бөлікті азайтатынбыз. Олай болса, осы есептің шешуін өздерің шығарып көріңдер. Енді балалар, шешуін тексеріп көріңдер. Шешуі 14 азайту 6 тең 8. Жауабы 8 көк балық бар. Жарайсыңдар, балалар. Сендер 14 санының құрамы негізінде есепті талдап шығара білдіңдер. Енді балалар, сендер бүгінгі өткен 14 санның құрамы жайлы білімдеріңдің қаншалықты деңгейде болған тексеру үшін берілген өрнектерге бал араларын қондырамыз. 9 пен 5-тің қосындысы, 8 пен 6-ның қосындысы, 7 мен 7-ның қосындысы, 9 пен 3-тің қосындысы, 8 пен 4-тің қосындысы. Қай өрнектердің мәні 14-ке тең болады? Тауып көреміз. 9 пен 5-тің қосындысы 14-ке тең. 8 пен 6-ның қосындысы 14-ке тең. 7 мен 7-ның қосындысы 14-ке тең. Жарайсыңдар, балалар. Сендер 14 санының құрамын жақсы меңгеріп алдыңдар деп ойлаймын. Сонымен, балалар, бүгін сендер 14 санының құрамын білдіңдер және 14 санының құрамы негізінде қосу мен азайту амалдарын орындадыңдар. Есепке өрнек таңдап, оны шығара білдіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.